студенттер. Біздің бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз құқықтық және сана және құқықтық мәдениет. Бұнда құқықтық сананы әртүрлі деңгейде қарастырамыз. Құқықтық сананың түсінігі және құқықтық мәдениеттің түсінігі. Жалпы құқықтық сана мен құқықтық мәдениет бір-бірімен тығыз байланысты. Себебі адамда құқықтық мәдениет пайда болу үшін бірінші құқықтық сана пайда болу керек. Құқықтық сана қалай пайда болады? Ол адамда кез келген азаматта оның болмысына, қалыптасуына байланысты құқықтық сана пайда болады. Бұл құқықтық сананың арғы негізі оның болмысында әдет-ғұрып, салт, дәстүр немесе ұстанымына байланысты болады. Жалпы құқықтық сана қоғамдық сананың бір түрі болады. Бұл жерде бұлай деп айтатынымыз, құқықтық санадан басқа әртүрлі адамға ықпал ететін саналар болады. Мәдениетіне, өзінің жүріс-тұрысына, этикасына, немесе басқа үлкендермен болған қарым-қатынас, кішілермен болған қарым-қатынас, өнер саласында, немесе жаңағы ақпарат саласында, бұл жердегі барлығында қалыптасып келген кезде заңды бұзбау, заң шеңберінде жұмыс істеу, осылардың негізгі қорытындысы құқықтық сана сол жағдайда ғана қалыптасады. Ал енді бұл құқықтық сананың құқықтық мәдениетіне байланысы. Құқықтық сана адамда пайда болғаннан кейін, адамның өзінде табиғи құқықтық санасы болғаннан кейін, ары қаратай бұл жүре бара құқықтық мәдениеттің негізі болып табылады. Себебі мәдениет адамда бір-ақ күнде пайда болмайды. Ол көре, жүре, біле, сезіне, немесе басқалармен араласа келе құқықтық мәдениет пайда болады. Ал құқықтық мәдениетті тағы да басқа да мәдениеттермен бірге салыстыруға болады. Қоғамда әртүрлі мәдениеттердің бар, бірақ құқықтық мәдениет соның ішінде. Қарапайым, сізде заңгерлер үшін айта кеткенде, құқықтың өзінің ерекшелігі бар. Жалпы біз құқықтың өзін кең мағынада және тар мағынада деп екі түрде қарастырамыз. Кең мағынада құқықты жалпы үлкен бір объективті тұрғыда қарайтын болса, құқық тек қана ол қабылданған заң, немесе кодекс, немесе бір ережелер деп қабылдайды. Оны жалпылама, әрбіреуіміздің мынау кез келген азаматтың әрекет қабілеттілігі менен құқықтық қабілеттілігі пайда болады. Әрекет қабілеттілік ол жүрегінде пайда болса, ал құқықтық қабілет адамның тумысынан пайда болады. Кейбір елдерде айтылады, ол жаңағы бала ананың ішінде жатып, қозғалғаннан бастап оның құқықтық қабілеті пайда болды дейді. Сондықтан да кейбір жерде жасанды жасатуды қылмыс деп санайды. Ал бізде бала шыр етіп дүниеге келгеннен кейін құқықтық қабілет пайда болады. Енді осы құқықтық қабілетті біз ары қаратай дамыту үшін бұға біз басынан бастап әртүрлі мәдени, өзіміздің ұлттық ерекшелікке ие, өзіміздің негізімізде қалыптасқан ұлттық дәстүрі менен мәдениетті сіңіруіміз керек. Себебі кез келген мемлекеттің, кез келген ұлттың, кез келген халықтың өзіндік құқықтық мәдениеті болады. Мысалға бізде қазақта осы уақытқа дейін қалыптасқан ережелер бар. Мысалға біздің атам қазақ айтады, қара қылды қақ жарған дейді. Тура биде туған жоқ, туған биде иман жоқ дейді. Бұның осы сөздердің астарының өзінде құқықтық мәдениеттің кез келген құқықты шығарушы адам мен құқықты қолданушы адамның арасындағы арақатынасты салыстырмалы түрде қарастырады. Енді бұл жерде жалпы құқықтық мәдениеттің өзін енді құқықтық санадан бөліп қарастырғаннан бөлек бірге қарастырса, құқықтық сана мен құқықтық мәдениет бірлескен кезде ғана адам толыққанды құқықты меңгерген және сыйлайтын азамат болады. Жалпы құқықтық сананың түрлері былай болып бөлінеді. Жалпыға ортақ құқықтық сана, топтық құқықтық сана, жеке құқықтық сана, ғылыми құқықтық сана, кәсіби құқықтық сана, қарапайымдылық құқықтық сана болып бөлінеді. Енді жалпыға ортақ құқықтық сана барлығымыз бірге ұжым болып, белгілі бір орындауға тиісті құқықтық саналар. Немесе ол былай. Жалпы беттік біз мынау әлеуметтік орындарда отырған кезде
міндетті түрде ол жерде бірімізді біріміз сыйлап, айтпаса да баяу сөйлеп, немесе бірімізге біріміз кедергі келтірмей, немесе жаңағы әуен тыңдаған кезде де оны баяу тыңдауымыз керек. Екінші адамға кедергі келтірмейтіндей. Енді бұл жерде жеке құқықтық сана әрбір азаматтың өзінде. Ол жеке өзіне тиесілі. Мысалы, сіз орындауға тиісті бір ереже, екінші бір адамға орындауға тиісті екінші ереже. Бұл кәсіби бағытта болуы мүмкін. Немесе оларға жүктелген. Біз көп жағдайда құқық пенен міндетті екеуін бірге алып жүрмейміз. Көп кезде бізден құқығымызға қарағанда міндетіміз талап ететін жағдайлар болады. Сондықтан да біз мынау қоғамда бір қалыптасқан бір жағдай бар. Заң дұрыс жұмыс істемейді, немесе басқандай талап ету жоқ деген сияқты. Ал керісінше ол былай. Заң дұрыс жұмыс істемейді емес. Біз өз құқығымызды талап ете білмейміз. Талап ете білуді біз екінші жағынан оны бір арыз қойдық, немесе бір жаңағы жаман кері қара адамдар деген сияқты көзқарас қалыптасқан. Ал осы құқықтық сана мен құқықтық мәдениет қалыптасқан кезде ғана Қазақстан Республикасында болсын, басқа елде болсын, толыққанды қалыптасқан кезде құқықтық мемлекет қалыптасады. Ал құқықтық мемлекетті қалыптастыру үшін бірінші біздің құқықтық сана менен құқықтық мәдениетіміз жоғары деңгейде болу керек. Ал ол қалыптаспай, ол жүйеге түспей, ол бәріміздің бойымызда болмай, бізде құқықтық сана менен құқықтық мәдениетсіз құқықтық мемлекетті қалыптастыра алмаймыз. Ал соның негізінде біз мемлекеттегі кез келген заңды орындау бәрімізге бірдей екенін түсіне аламыз. Ал енді екінші жағынан қарайтын болсақ, біз заңды жүзеге асырушы, мысалға айтыламыз, заң шығарушы орган, атқарушы орган, қадағалаушы орган дейді. Егер біз өзіміз сол заңды атқарушы да, қадағалаушы да, немесе шығарушы да ретінде өзімізді қабылдай алатын болсақ, ол үш органның қызметі бізге басым болмас еді. Себебі әрбір азамат сол кез келген өзінің деңгейіндегі дәрежеде заңды орындайды. Қазақтарда мынандай бір әдемі сөз бар. Ала жіпті аттамау дейді. Ал ала жіпті аттамау деген сөз ол заңды бұзбау, немесе бөтенге зиян келтірмеу дейді. Ал қазақ осы құқықтық сана, құқықтық мәдениетке байланысты баласын үш ауыз сөзбен тәрбиелеген. Жаман болады, ұят болады, обал болады деген. Ал осы үш ауыз сөздің төркінінде жаңағы сол бесіктегі баланы бесіктегі жатқаннан бастап жаман болады, ұят болады, обал болады деп бүгінгі күнгі үлкен тұлғаға айналғанша сол үш ауыз сөзбен тәрбиелеген. Бүгін біз оны жан-жақты қарастырамыз. Себебі мына қоғамдағы әртүрлі қылмыстардың көбеюі, немесе бір сыртқы ықпалдардың болуы, идеологиялардың көбеюі. Бұл жерде студенттер немесе басқа қауым болсын көп шатасады. Заңның дұрысы немесе бұрысы болмайды. Барлығы заң бірдей дұрыс болу керек. Барлығы бұрыс заң деп айтуға ешкімнің хақысы жоқ. Заңды орындау. Заң ешқашан талқылануға жатпайды. Заң қабылданды ма, ол орындауға міндеттіміз. Ал заңның өзі қабылдануы, заңның жаңағы өміршеңдік қуаты болу үшін оның өзінің үш негізгі тағаны бар. Заң өмірдегі қажеттіліктен қабылдану керек. Екінші, басқа заңдармен салыстырмалы түрде болу керек. Үшінші, мынау әлемдік деңгейде сыртқы мемлекеттермен байланыста болғандықтан шетелдердің кейбір заңдарымен де ол кереғар жағдайда болмау керек. Ал осының ішіндегі ең біріншісі ол сол мемлекеттің, кез келген мемлекетте қалыптасқан заң, сол мемлекеттің ұлттық ерекшелігін сақтау керек, ұлттық құндылықтарына негізінде болу. Міне осы заңда осылай болған қалыптасқан жағдайда ғана өміршеңдігі болады. Ал сол өміршеңдігі бар заңды ары қаратай қалыптастыратын, дамытатын, оны жаңағындай қоғамда әртүрлі деңгейде ықпалы болатындай етіп, заңның абыройын асыру сізбенен біздердің қолымызда. Оны ешкім бізге
ешқандай жағдайда кез келген формада болсын заңды орындауды міндеттелген, оған бізге біреу үнемі айтып отырмау керек. Тек қана өзіміздің ішкі жан дүниемізбенен, өзіміздің мәдениетімізбенен, егер сіз өзіңізді өзіңіз қалай сыйласаңыз, заңды да солай сыйлауыңыз керек. Ата-анаңызды қалай құрметтесеңіз, заңды да солай құрметтеуіңіз керек. Себебі мемлекет пен құқықтың пайда болуы осыған байланысты. Егер сіздің қалыптасуыңыз, тұлға болуыңыз, өзіңіздің мәдениетті болуыңыз, жүріс-тұрысыңыздың қалай болуы, сыртқы ортаға қалай ықпал етуіңіз, немесе біреулердің сізді сыйлауы сырт адамнан емес, өзіңізге байланысты. Өзіңіз мәдениетті болсаңыз, өзіңіз тартымды болсаңыз, өзіңіз сыйлы болсаңыз, неге сырт сізді сыйламайды? Әрине сыйлайды. Өзіңіз жаңағыларға кереғар болсаңыз, екінші жағынан оларды жаңағындай сыйламасаңыз, әрине сізді сыйламайды. Сол сияқты, міне, сіз заңды құрметтесеңіз, сіз заңды сыйласаңыз, онда құқықтық жағынан болсын, мынау саналық жағынан болсын, сіз бар жағынан жетілген болсаңыз, сізді кез келген жағдайда кез келген адам сыйлай алады. Бірінші адам өзін сыйлау керек. Міне құқықтық сана мен құқықтық мәдениеттің қалыптасуына байланысты осылай қысқаша айтамыз. Рахмет, сау болыңыздар.